Қызықты болу үшін түлкі мен қарға деген бір ертегін айтып берейін. Мұқият тыңдап отырамыз. Қарны ашыққан орманда енді жан-жануарлар, құстар барлығы өмір сүреді ғой. Содан түлкі деген жануарды білесіңдер, ол өте қу келеді. Сол түлкі қарны ашып, азық іздеп, орманның ішінде келе жатырса, алдында бір үлкен бәйтеректің басында, аузында үлкен ірімшігі бар бір қарға отырады. Ал енді анаған қарап тамсанған түлкі, ана ірімшікті мен қалай алсам екен қарғадан деп, ойланып тұрып, қулығын қосып, қарғаны мақтай жөнеледі. Сен құстардың төресісің, сен сондай жұмсақ жүнді, керемет сұлусың, тамашасың, қандай қарға. Ол қарға өзі қап-қара болса да, сен сондай әппақ көрінесің деп жаңағы қулығына салып, түлкі не істейді? Қарғаны алдай бастайды. Енді бұлай алдайды, қарға үндемей отыра береді. Өйткені қарғаның аузында үлкен ірімшік тұр екен. Енді қулыққа салған түлкі не істерін білмей олай айтады, бұлай мақтайды. Аузын ашпағаннан кейін тағы да бір қулыққа салып, әй қарға, сенің даусың осы бүкіл жер бетіндегі құстардың ішіндегі ең керемет, құлаққа жағымды дауыс. Даусың бір керемет, сенің даусыңды сағындым. Кәне бір даусыңды салып көрші, мен бір тыңдайын тамсанып деп, түлкі қулыққа салады. Сол кезде алданған қарға қарқ етіп даусымен ұйыған кезде аузындағы ірімшік не істейді? Жерге салт ете қалады. Содан жаңағы алданғанын білген қарға ал қулыққа салған түлкі ірімшікті қағып алып жеп қояды. Сол кезде барып қарғаның түлкіге алданғанын біліп, көрдіңіздер ме балалар? Қарға келіп қарқ етті, ірімшік жерге салып кетті, іс бітті, қу кетті дейді. Ертегінің аяғы. Көрдіңіздер ме балалар? Бұл жерде не айтайын деп тұр бұл ертегіде? Нені айтайын деп тұр? Яғни балалар ешқандай қулыққа бармай, болмаса қу болып алдаған адамдарға алданбай, әркім өзінің санасымен не істеу керек? Ойлану керек. Міне көрдіңіздер ме балалар? Қазіргі заманда бұндай да өте қу адамдар көп. Өте жандай аңқау адамдар да көп. Міне сондықтан да алданбай, алдағы уақытта үлкен азамат болып өсулеріңе тілектеспін. Сендерге ертегі ұнады ма балалар? Ал енді ертегінің ішінде жағымды кейіпкер, жағымсыз кейіпкер деген болады балалар, Ал енді бұл жерде қайсысы қу болып тұр? Түлкі қу болып тұр, Аңқау болып алданған кім? Не? Құс. Алданған. Қандай құс? Түлкі. Қарға, дұрыс айтады, қарға. Өйткені ертегінің өзінің аты да түлкі мен қарға.